Түрлі сала мамандарынан жасақталған пойыз 33 күнде еліміздің барлық аймағында болып қайтты. Ал сапардан келгендерді Алматы қалалық әкімдігі мен Қазақстан Халқы Ассамблеясының өкілдері қарсы алды. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған бұл шара Алматыдағы Достық үйінде қорытындыланды. Ұлан-ғайыр еліміздің барлық өңірін аралап, халыққа әлеуметтік медициналық көмек және құқықтық кеңес берген топ мүшелеріне штаб басшылығы алғыс айтты. Аталған игі шара көздеген мақсатына жетті деп ойлаймыз. Атқарылған істер нәтижесі болмайды дейді оған қатысушылар. Біздің осы экспедиция құрамында пойыздағы 300-дей адамда жұмыс істеді. Әлеуметтік мәселелерін шешуге атсалыстық. Ал ең бастысы негізгі салмақ бұл дәрігерлерге түсті. Жалпы халық пен елмен кездескен уақытымызда халық пен елдің елбасының саясатын, ішкі сыртқы саясатын қолдайтын мәңгілік ел идеясының бұл біздің болашағымызға қажеттілігінің біз соған бір түсіністігін көрдік.